қазір күніге той, бәрі жақсы сөйлейді, бәрі жақсы билейді. Одан да ойын ұйымдастырайық. Сол ойынға жақсы атсалысқан сіздерге сый-сияпатты үлестіріп отырайық деп шештік. Ең алғашқы ойын баяғы тұлғаларымыздың, қазіргі танымал кісілердің дауыстары қойылады. Кімнің дауысы екенін тапқан кісіге керемет сый-сияпатымыз бар. Дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, ең алғашқы дауыс кімнің дауысы? Нәрсе бар. Содан біз айырылған күні жерден айырыламыз, елден айырыламыз, тұрмыстан айырыламыз, бәрін айырамыз. Ол тіл. Сондықтан да біз мына тілді сақтау арқылы жанымызды сақтаймыз, қанымызды сақтаймыз. Біз қанымызды сақтаймыз. Қазақ деген еш уақытта өшпейтін, өлмейтін болады. Бәрекелді ағамыз, қай жақтан келіп болдыңыз? Қандай туыс? Серік ағамыздың інісі ма? Бәрекелді. Гүлжан анамыздың інісіне бір қошеметтеріңіз болсын. Тегін білген тексіздікке жатпайды дейді. Баяғы тұлға аталарымыздың дауысын әлі күнге дейін құлағында сақтап жүрген ағамыз ең алғашқы кімнің дауысы болды? Қаныш Сәтбаев. Қаныш Сәтбаев атамыздың дауысы. Мынау бізден сізге. Бәрекелді. Келесі дауыс кімнің дауысы? Бетауысымыздың целинный край қылып бөліп жатқан болады. Целинный край қылып бөліп жатқан кезде қолды көреміз, білетінсіздер. шөп шуылдап бұлқынай, орыстар бөліп алайын деп жатыр мынау. Ой, бәрекелді, рахмет, рахмет. Кімнің дауысы? Әмше. Шамс Қалдаяқов атамыздың дауысы. Тамаша. Сізге қосымша сұрақ. Дайынсыз ба? Ең қысқа ай. Ең қысқа ай қайсы ай? Февраль ай дұрыс емес. Мына жаңағы тұлғаның дауысын тапқаныңыз үшін ең қысқа ай қайсы ай? Ақпан кім айтты? Дұрыс емес. Дұрыс емес. Ең қысқа ай. Логикалық сұрақ. Қай ай? Кім айтты? Бәрекелді. Мына жақта. Ағамыз айтты. Бір сыйлық береміз. Бір сыйлық беріңіздер. Ең қысқа ай. Ол желтоқсан айы. Не үшін? 31 праздником айдың қалай өткен білмей қаламыз. Өте дұрыс. Ағамызға сыйлық. Келесі кімнің дауысы? Мана уақыт болып елге сәлем берейік, ата-бабамыздың жерін көрейік деп дұға етейік. Төрдегі ағамызға сұрайық. Кімнің дауысы? Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ағамыздың дауысы. Қосымша сұрақ. 20 мен 100-дің арасында қанша тоғыз бар? 20 мен 100-дің арасында қанша тоғыз бар? 9 дұрыс емес. Дұрыс емес. 20 мен 100-дің арасында қанша тоғыз бар? 10 кім айтты? Дұрыс емес. 6 дұрыс емес. 5 дұрыс емес. 4 дұрыс емес. 14 дұрыс емес. 99 дұрыс емес. 9 дұрыс емес. 5 емес. 15 молодец. Тәдеміз сапты. Мән күшті. Қалай таптыңыз? Есепті санап бере аласыз ба? Әлде қазақтың мақалы бар, жындының сандыра келеді деген ақын сатыңыз ба? 100-де 9. Жоқ, бұлай 20 мен 100-дің арасында 15 тоғыз бар. 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 29. 15 тоғыз болды. Бір сыйлық бізге. Тамаша. Керемет. Келесі кімнің дауысы? Мен түсінбедім ештеңе бұл. Кім дауысы? Ой, берекелді. Ой, қойыңызшы және. 100 жылдан дайындап алсыз ғой ағамызды. Ағамыз дұрыс тауып береді. Бастап қойшы. Берекелді. Мына кісілер дұрыс тауып тұр. Дұрыс тауып тұр. Кімнің дауысы? Уәлибек. Уәлибектің дауысы ғой тәте. Жүздің дауысы дегеніңіз. Сізге қосымша сұрақ. Ең қысқа күн. Жаңа ең қысқа айды айттық. Сол сияқты ең қысқа күн. Жексенбі дұрыс емес. Дұрыс емес. Ең қысқа күн.
17 желтоқсан дұрыс емес. Ең қысқа күн. Қандай? Түсінбедім. 24 декабрь туған күніңіз ау деп салған, иә? Бәсе, ол күн емес. Ең қысқа күн. Жұма, ең қасиетті күн. Ең қысқа күн. Жоқ. Айдың жылдың бір күні. Қақамыздың вариантына ұқсайды екен. Айдың жылдың бір күні. Ау. Шексенбі емес. Ең қысқа күн. Бүгін емес. Жоқ. Бәріміз үшін тез өтіп кететін бір күн бар. Жүрмеңіз дауыс емес. Жексенбі емес. Жоқ, 365 күннің бір күні. Қай күн? Қай күн? 1 январь. 31 күн азанға дейін тойлаймыз, дұрыс па аға? 1 январьдың таңғы сағат 8-де ешкім тұрмаған күннің қалай өткенін білмей қаламыз. Келесі, кімнің дауысы? Кімнің дауысы? Қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді. Ай, бәрекелді. Біздің жас Рахмет. Сіз бір туысқаныңыздың дауысын ескенде қуандыңыз. Кім дауысы? Шерхан Мұртаза. Өте дұрыс. Шерхан Мұртаза атамыздың дауысы. Сізге қосымша сұрақ. Мұрты жоқ, сақалы бар. Мұрты жоқ, сақалы бар. Ол не? Ешкім тұрсын. Өткені бір тойда қойған бір апама. Мұрты жоқ, сақалы бар. Ол не десем жаңағы апам. Білмеймін, бақабей шығады. Ona bizden sizge tamamlaşa. Toy kutlu olsun osılay toy görünüz. Kelese, kimden davulsa? өтірсің ау. Ay, bereketli. Sizden otursunuzunuz Muhağali'nin otursun oturağa. Kandı kim davulsa? Muhağali'nin davulsa. Öte otursun. Muzmala akın Muhağali Makatayb atamızın davulsa. Atamızın davulsa taptığı basması yok demiş. Manam demiş de oy bereketli tamamlaşa. Qosumcha сұрақ. Dayınız mı? Dayın bolsanız ең жеңіл сабақ. Ең жеңіл сабақ. Дене. Дұрыс емес. Логикалық сұрақ. Ең жеңіл сабақ. Еңбек дұрыс емес. Ән дұрыс емес. Көзге вообще дұрыс емес. Ең жеңіл сабақ. Логикалық сұрақ. Қандай? Не демеңіз? Ет дегеніңіз? Я тамақ қойдыңыз? Тамақ ішіңіз? Мен сабақ дедім. Тамақ емес. Сабақ. Ең жеңіл сабақ. Қандай? Денесі дұрыс емес. Сурет дұрыс емес. Логикалық сұрақ. Ең жеңіл сабақ. Өзіне салу дұрыс емес. Сабақ. Ең жеңіл сабақ. Тәрбие сабақ дұрыс емес. Қазақ тілі дұрыс емес. Ай, осы ағамыз дұрыс сауатты сияқты. Ең жеңіл сабақ, білген сабақ. Ой, бұл дұрыс емес. Сурет емес. Черчение дейді ғой. Табиғатыңыз білек кісіңіз. Сабаққа бармау дейді. Таза жалқаудың жауабы болды аға сіздікі. Дұрыс емес. Ең жеңіл сабақ. Болмай қалған сабақ дұрыс емес. Ең жеңіл сабақ ол бидайдың сабағы жерге де ұшып кете береді ғой аға. Логикалық сұрақ деп жатырмыз. Келесі, кімнің дауысы? Қазақ халқы біздер бастаған емес. Тәтемізден сұрайықшы. Бұл дауыс өткітсі мұ? Бұл дауыс кімнің дауысы? Нұрсұлтан Назарбаевтың дауысы. Қазақстанның тұңғыш президенті. Кім беріңіз? Мынау бізден сізге. Сізге қосымша сұрағымыз бар. 4 мезгілде қысы жазы бір түсті киініп жүретін адам. 4 мезгілде бір түсті киініп жүретін адам. Шырша дұрыс емес. Адам деп отырмын ғой, адам. Военный дұрыс емес. Кім? Молда? Дұрыс емес. Шақырдап қалдыңыздар. Имам дұрыс. Имам мен
жүретін адам ғой, Амантай Қажы.